Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен хит болып жатқан өте дәмді, ерекше және бір жасағаннан ақ болатын восточный пирог жасап үйренетін боламыз. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қамырына қажет заттар: таза ыдыс алып аламыз және бөлме температурасындағы 150 грамм сары май қажет, 300 грамм ұн қажет, 1 жұмыртқа, 50 грамм қант, 6 грамм разрыхлитель керек болады. Начинкасына сгущенка қосамыз және сухофрукты, яғни құрғақ жемістер. Негізі 3 түрлі құрғақ жемістен жасайды, бірақ бүгін мен сіздерге 7 түрлі құрғақ жемістен қосып жасап көрсететін боламын. Бұл жерде бізде қара мейіз, сары мейіз, жаңғақ, жер жаңғақ, сары өрік, қара өрік және құрманы тоже қостым. Мен бөліп құрманы осылай қостым. Ендеше жасап көрейік бірге. Егер де сіздерде бұл жемістердің барлығы болмаса, өзіңізде қандай сухофрукты бар, сол жемістерден жасасаңыздар да болады. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызға 50 грамм қантымызды, 1 жұмыртқамызды, ұнымызды салып, араластырып қамыр илеп аламыз. Мына жерде менде өлшенген 6 грамм разрыхлитель қосасыздар, оны шамалап қосасыздар. Менде таразы қазір істемей тұр, сол үшін барлығын қолмен өлшеп жатырмын. Сіздерде осылай видеода көрсетілгендей, мен өлшегенде жасасаңыздар болады. Менде мұнда стакан 200 граммдық стакан, осымен өлшеп 300 грамм салатын болам. Міне 200 грамм салдық. Енді тағы да 100 грамм салатын боламыз. Сонда бізде 300 грамм ұн болады. Міне бізде 300 грамм ұн болды. Егер таразыларыңыз болса, онда тіптен жақсы. Енді қамырымызды илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымызды барлығын осылай формамызға салып, менде форма 24 сантиметр, салып барлығын шет-шетіне жайып орналастырамыз. Барлық жеріне бірдей етіп, бірдей қалыңдықта жайып, шеттеріне тоже жайып шығамыз. Қамырымыз дайын. Енді начинкамызды үстіне салып шығамыз. Сухофруктыларды осылай рет-ретімен орналастырамыз. Барлық жеріне бірдей етіп жайып, кезек-кезек орналастырамыз. Мына жерде алдымен құрманы сеуіп алдым, одан кейін сары мейізді, артынан қара мейізді септім. Ең бастысы барлық жеріне бірдей тисе болды. Жаңғақты, қара өрік, сары өрігімізді салып аламыз. Барлық жеріне бірдей етіп жайып аламыз. Орналастырдық. Енді жаңғағымызды орналастырамыз. Менде жаңғақтар кішкене үлкендеу болып кетті. Соларды қайтадан бөліп ұсақтап сеуіп жатырмын. Міне достар, біз барлық құрғақ жемістерімізді салып алдық. Енді үстіне сгущенка құятын боламыз. Айналдырып отырып құясыздар, барлық жеріне тиетіндей етіп жағасыздар. Міне бүткіл жеріне тию үшін осылай айналдырып жасайсыздар. Жетпеген жерін осылай қасықпен жайып тигізесіздер.
Міне, енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 20-30 минутқа қалдырасыздар. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі пайдалы пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және мен арнама тіркеліп алыңыздар.